Бисмиллахиррахманиррахим. Алла тағаланың 99 көркем есімі бар. Қай есіммен қалай дұға жасап, Алладан тілек тілеуімізді біз бүгін айтатын боламыз. Ұлы есім туралы түсінік. Ұлы есім Алла тағаланың барлық кемелдік сипаттарын қамтитын, ұлылығын, көркемдігін паш ететін есімі. Кім шын пейілімен Алла тағалаға оның ұлы есімі арқылы дұға қылып, тілегін сұраса, иншалла қабыл етеді. Алайда ұлы есімге мынау деп дөп басып айту қиын. Бұл туралы ғалымдар арасында пікір таластар да бар. Ұлы есімдердің өзінің көркем есімдерінің арасында жасыру Алла тағаланың бір хикметі. Оны іздеу арқылы пенде жаратушының көптеген сипаттарына қанық болады. Алла тағаланың 99 көркем есімімен қалай дұға ету керектігі әр өзіңіздің дұғаңызға байланысты. Мысалы, көлік алғыңыз келсе, үй алғыңыз келсе, сіз Алла тағаланың сый беруші, яғни Әл-Уаххаб есімімен жалбарынасыз. Кедейліктің тауқыметін тартқан пенде үшін осы есімді көп мәрте қайталағанның пайдасы зор. Болмаса, дұға намазынан кейінгі соңғы сәждесінде жатқанда 40 рет қайталаса жақсы. Ондай адамды Алла тағала иншалла таршылықтан құтқарады. Ал қандай да бір дұғаның, тілектің қабыл болуын қалаған жан үшін осы көркем есімді тілегін айтқан соң 7 мәрте қайталағаны, немесе үйінде не мешітте 3 мәрте сәжде жасап, сосын 2 қолын көтеріп, осы көркем есімді 100 мәрте қайталау ұсынылады. Сонда Алла қаласа тілек қабыл болады. Мұқтаж кісі, тұтқынға түскен адам, немесе өз-өзін қамтамасыз ете алмай, дәрменсіз болған жан осы көркем есімді 3 немесе 7 күн бойы түн ортасында 2 рәкағат нәпіл намаз оқып, сосын осы көркем есімді 100 мәрте қайталайтын болса, иншалла Алла тағала оның мұқтаждықтан, тұтқыннан құтқарады. Сондықтан дұға тілерде ең бірінші Аллаға мадақ айтып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтқаннан кейін Алла тағалаға осы есімдер арқылы жалбарынамыз. Дұғаның қашанда қабыл болатынына сеніміміз мол болу керек. Барлығымыздың дұға тілектеріміз қабыл болсын. Амин. Mm-hmm.